Сәлем достар! Осы видеода One Piece анимесінің 408 сериясынан бастап 430 сериясына дейін, яғни Амазония Лили деген аркасынан бастап Impel Down аркасының екінші бөліміне дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Луфи 3 күн бойы ұшқан соң Амазон Лили аралына құлайды да қайда екенін білмесе де қарны пиздес ашып қалады. Накамаларын құтқара алмай қалған кезін есіне алып, бір-бірін табуға көмектесетін библикартасын шығарады. Бөгет болған жартасты сындырып тастайды да аңдып жүрген қабанды жеп алып, баяғыда атасы Ну орманда тірі қалуды үйреткенін есіне түсіреді. Сосын көп деген саңырауқұлақтар тауып алады. Біреулер қабанды пісірген түтінді байқап қалып, сонда келеді де бір секси блондинка Луфиді тауып алып, Луфиді денеге шығып кететін саңырауқұлақты жеп қойған ауылдарының бір тұрғыны деп ойлап қалады. Жергілікті типа дәрігерге алып келгенде, ол саңырауқұлақтарды жұлып тастаңдар дейді де денеде қалып қойған тамырларды өртеп тастайды. Сосын Луфидің быт-шыты шығып жатқанын көреді де оны жуындыруды бұйырады. Өзенде толықтау келген бір қыз Луфидің татағын қалып қойған саңырауқұлақ деп ойлап қалады. Бірақ мынауың бір түрлі ғой. Бүкіл күшімен жұлып тастамақшы болады. Бабка Неон деген жергілікті старейшина кенеттен Луфидің еркек екендігін айтады. Өте көп таң қалу. Еркектерге келуге тыйым салынған Амазония Лили аралы. Анда-санда аралдың тұрғындары басқа жаққа кетіп қалып жүкті болып келеді екен. Бірақ белгісіз жолмен тек қыздар ғана туылады екен. Таудың төбесіндегі қалада барлық жұмыстарды қыздар атқарады. Сонымен қатар бұл жерде жергілікті UFC бар екен. Оған қоса бұл жерде сұлулық күшпен есептеледі екен. Луфи клетканың ішінде есін жинайды да шляпасын қайтарып алып, өзінің жалаңаш екендігін байқайды да жаурап қалғанын айтады. Жергілікті тұрғындар оның бұтының ортасында салбырап тұрған нәрсенің не екенін қызығушылықпен сұрағанда: Вы что, не знаете, что ли? Это яйки! Яйки! Сосын жұмыртқасы алтын екенін айтып қалғанда ол жылтырай бастайды. Қыздарға қатты ұнап қалғандықтан арасындағы біреуі шығарып көрсетуін өтінеді. Луфи мүмкін емес екендігін айтады да өзінің киімі жыртылып қалғандықтан сары қыздың тігіп берген киімін киіп алып, көңілі түсіп кетеді де ашумен гүлдерге толы киімнің ұнамайтындығын айтады. Қыздар Луфи ашуланып кеткендіктен оны нысанаға алып, өмірін құтқарғаны үшін алғысың осы ма деп найыр жасай бастайды. Ал Луфи оны құтқарғаны туралы ештеме білген жоқ болатын. Сосын ол накамалары тосып тұрғанын айтып, тезірек кету керек екендігін түсіндірмекші болғанда, амазонкалар оны тыңдамайды. Бірақ Луфиді жебемен тоқтата алмайсың. Нәтижесінде жаппай оны қуалай бастайды да қоршауға алады. Луфи болса накамаларын табу үшін библикарта керек екендігін есіне түсіріп, өзіне киім тігіп берген сексуальный сары қызды өзімен ала кетіп, таудың үстіне қарай қаша жөнелгенде, оның артынан қуғыншылар кетеді. Таудың ар жағынан секіріп кеткенде Маргарет уайымдай бастайды. Бірақ Луфи соңғы сәтте резеңкелік шармен құлауды жұмсақ қылады. Маргарет басында шайқасқа дайындалады. Бірақ Луфидің тек достарына қарай барғысы келетінін түсініп, библикартасын қайтарып береді. Луфи библикартаның бөліктері бір-біріне тартылатын болғандықтан накамаларын тауып алатындығын түсіндіріп, құтқарғаны үшін алғысы шексіз екендігін айтады да, алғыс ретінде бәрін істеуге дайын екендігін қосқанда, Маргарет жұмыртқасын көрсетуін өтінеді. Луфи болса әдемілеп, олай істейтін болса өліп қалатынын түсіндіреді. Әрме Луфи осы жердің басшысы Хиби-Хиби-сама деген пиратка екендігін естиді де, өзі де пират екендігін айтады. Кенеттен күзетші қыздар Хиби-Хиби-саманың қайтып келе жатқаны туралы белгі жібергенде, амазонкалар еркек деген мәселені тезірек жабуға асығады. Бұл арал ағысы жоқ қалың бөлікте орналасқан екен. Бірақ Луфи бәрібір қайық жасап, бұл жерден жүзіп кетпекші. Қолынан келгенше қайық жасап алғанда, ол сынып, Луфи бата бастайды. Кенеттен Маргарет оны құтқарып шығады да, оған бауыр басып бара жатқанын түсініп, оны өлтіріп тастамақшы болады. Луфи әшейін жебенің тасты сындырып тастағанына таң қалып қалғанда, Маргарет жебелердің волямен оқталғанын түсіндіреді. NPC қыздар қуғынға қосылады, ал Куджа пираттары кенеттен Амазон Лили аралына примерно 3 километр қашықтықта тұрған дозорныйлардың кемесін байқап қалады. Ол кемені морской корольді өлтіріп тастаған вице-адмирал басқарып келген екен. Кенеттен бізге морской корольдің
Хэнкоктың дозорный кемені қиратып тастамақшы болған өткен шақты көрсетеді. Вице-адмирал болса морской корольдің аузына секіріп кетеді де біраз айландырып арқасынан тиесіп шығады. Әрімен ол бұл жерге морской корольдарды аулау үшін емес, амазонкалардың басшысы Хибихиби самамен сөйлесуге келгенін түсіндіреді. Сосын Белаустың 2-ші дивизион командирі Огненный кулак Эйстің басы шабылатын күн анықталғанын айтады да, Хибихиби сама Шичибукай болғандықтан Шичибукайдың бәрі соғысқа шақыртылып жатқанын жеткізеді. Егер Хибихиби сама бас тартатын болса, ол Шичибукай атағынан айырылып, Куджа пираттары басқа пираттар сияқты дозорныйлардың іздеуіне салынатын болады. Негізі оларға Шичибукай болғанша охотник за головами болғандары дұрыс болатын еді по идее. Дозорный сарбаздар Куджа пираттарымен кездескен адамдардың бәрі тасқа айланғандарын естігендіктен кішкене уайымдай бастайды. Бірақ Хибихибидің сұлулығына тәнті болып қалады. Мынауың Намидан да әдемі ғой. Луфи амазонкалардан қашуын жалғастырады. Амазония Лилидің императрицасы және Куджа пираттарының капитаны Боа Хэнкок және оның қарындастары Сандерсония мен Мэриголд. Хэнкок соғысқа қатысқысы келмейтінін былш еткізеді де дозорный сарбаздарға кемедегі бүкіл азық-түлікті әкеп берулерін өтінеді. Пираткалар Хэнкоктың шешіміне қарсы шыға алмайды, сарбаздар да оның сұлулығынан өтінішті қайтара алмайды. Сосын Хэнкок қолдарымен жүрек жасап, Меро қабілетінің көмегімен барлық сарбаздарды тасқа айландырып жібереді. Вице-адмирал болса өз қолын жарақаттап, сезімінің кесірінен тас болып кетуден аман қалады. Куджалықтар азықтарын кішкене толтырып алады, ал вице-адмирал болса арттарынан тағы 3 күн жауап тосатынын айқайлайды. Оны бәрібір жалғыз өзі кемені қозғай алмайды деп тірі қалдырып кеткен екен. Арал тұрғындарының бәрі Боа Хэнкоктың фанаттары екендігі белгілі болады. Сонымен қатар тек аралдағы ең мықты қыздар ғана пират бола алады екен. Хэнкок сарайына келген уақытта оған өте қымбат әдемі тас сыйлайды. Хэнкок болса оны лақтыра салады, себебі бұндай әшекейлер оның сұлулығын кішкене басып тастайды. Балалардың соған арнап батпақтан жасаған мүсінін көрсетеді. Хэнкок болса мүсін батпақтан жасалғанына көңілі толмай сыйлықты сындырып тастайды да, жауынгер қыздар бір маймылды қуалап жүргендіктен сарай күзетшілердің арасында жоқ екендерін естиді. Луфи болса сценаристің көмегімен амазонкалардан қашуын жалғастырады. Жергілікті кемпір сарайға кіреді де, дозорныйлардың кемесі Хэнкоктың артынан келгенін түсініп, талаптарына келісуге өтініп тұрып кеңес береді де, Хэнкоктың күшімен оған ештеме болмайтынын түсіндіреді. Но... Мне страшно. Похоже на прелестного щеночка. Нет, я не должна поддаваться. Әрімен бұл аралды баяғыдан бері Калмбелт қорғап тұрғанын, алайда адамдар Калмбелтте жүзіп морской корольдарды өлтіре алатын шамаға жеткендіктен, Хэнкок Шичибукай болмаса күндері қаралы болатынын түсіндіреді. Хэнкок болса оны бәрібір кешіретін болғандықтан похуй екендігін айтады. Себебі өзі өте сұлу екендігін қосып, тәккапарлық тұрысына тұрады да кемпірді терезеден лақтырып жібереді. Хибихиби сама, қалай дәтіңіз шыдады? Қолымнан тайып кетті. Бабуля Неон болса крутой болғаны соншалық жерге аяқпен түседі. Кенеттен Хибихиби сама жуынуды шешкендіктен тревога басталады да жедел түрде сарайдың қақпалары жабылады. Бір кішкентай қыз үнемі Хэнкок жуынатын уақытта барлық қақпалар неге жабылатындығын сұрағанда оған түсіндіріп береді. В общем, баяғыда Хэнкок қарындастарымен бірге Гаргона есімді бір құбыжыққа қарсы шайқасқан екен. Короче, шайқаста Хэнкоктар жеңген уақытта оларға Гаргонаның қарғысы тиіп, арқаларында көздер пайда болған екен. Яғни ол көздерді көріп қалған адам сол сәтте тасқа айналып кетеді типа. Әрімен бізге тырдай жалаңаш Боа Хэнкоктың жуына бастағанын көрсетеді. Луфи қыздардан қашып қабырғаға шығып алады да аралдың басшысы ең биік сарайда мекен етеді деген оймен бірден басшыға баруды шешеді. Амазонка қыздар болса Хэнкоктың аралға кіріп кеткен еркек туралы біліп қоюы мүмкін екендігіне қатты уайымдай бастайды. Луфи болса тура жуынатын бөлмеге құлайды да батып жатырмын деп ойлап қалады. Бірақ бассейн терең емес болып шығады. Сосын алдында тұрған тырдай жалаңаш қызды көреді. Хэнкок болса Луфиді көріп ашулана бастағанда, Луфи оның арқасындағыдай белгіні уже көргенін айтады. Қарындастар бөлмеге біреудің құлағанын естіп келеді де, мұнда не боватыр? Анау менің арқамды көріп қойды. Өлтіру керек. Ей, тоқтай тұрыңдар. Көргеніңді көрге алып кет. Меро. Луфи дура луч сияқты бірдеме екен деп ойлап қалып көзін жаба қалады. Хэнкок оның не үшін тас
тасқа айналмағанын түсінбей, тіпті жалаңаш кезінде көрсе де ештеме сезбегеніне в ахуе болып қалады. Луфи терезеден секіріп қашып, тек басшыны іздеп жүргенін айтады. Куджа пираткалар оны нысанаға алған уақытта Луфи тек басшы пиратканы тауып алып, одан кеме сұрағысы келгенін түсіндіреді. Қыздар болса, бұл аралға келген еркек тірі қайталам деп ойлауы ақмақтық екендігін айтады. Луфи болса қолын созып, рогаткамен ұшқан сияқты ұшып кетеді. Кемпірден ет ұрлап алғанда, кемпір оның газеттегі адамға ұқсайтынын байқап, тұра тұршы деген сөзін тыңдамағандықтан Луфидің арқасынан бір тебеді. Куджа пираттары да келіп үлгереді, ал кемпір болса Луфидің газеттегі басына 300 миллион тігілген новичок екендігіне көзін жеткізеді. Луфиді гладиаторлық шайқасқа дайындайды. Хэнкок болса оның аралға қалай келгенін түсінбей тұрғанда Луфи өзі де білмейтінін айтып, тек аспаннан түскенін айтады. Пизда бол, соған сеніп қалады деп ойлап отырсың ба? Луфи тағы бір рет тек накамалармен кездескісі келетінін айтады. Тұрғындар оның сөзіне сенбей, оның белгісіз бір жаман ойы бар деген болжам жасайды. Маргарет болса ормандағы Луфидің сөздерін есіне түсіреді. Біз тірі тұрғанда күресуді тоқтатпаймыз. Маргарет ортаға шығады да Луфидің шындықты айтып тұрғанына сенетіндігін айтады. Хэнкок болса Маргареттің оны қорғаштап тұрғанын түсінбей отырады. Себебі олардың еркектерге тыйым салынған аралға еркек келетін болса, оның жазасы тек өлім. Маргарет болса Луфиді ауылға алып келген өзі болғандықтан қорғаштап тұрғанын мойындап қалғанда, құрбылары да Маргаретке көмектескендерін мойындайды. Хэнкок болса төменге түседі де бәрі жақсы болатынын айтып, күтпеген жерден үшеуін тасқа айландырып жібереді. Луфи қыздарды уайымдай бастап, Хэнкоктан оларды қалпына келтіруін өтінгенде, Хэнкок Луфиді балағаттап, оған не істеу керектігін үйретпеуін ескертеді. Аренаға аралға келген еркектерді өлім жазасына кесетін үлкен пантераны шығарғанда, Луфи оны бір соққысымен ұшырып жібереді. Көрермендер Луфидің воляны қолданбай пантераны бір соққысымен айырып тастағанына в ахуе болып қалады. Ал Луфи барлығына құрбыларыңды тасқа айландырып жібергенін көре тұра, татағыма мәз боп отырсыңдар деп ұрсады. Мынауың айқайлайды ғой. Бұ Хэнкоктың шешімі дұрыс. Ташақбашты өлтіріңдер. Хэнкок болса не істесе де бәрі оны кешіретіндігін айтады. Себебі ол өте әдемі. Сен де мені сұлу деп есептейсің ғой, иә? Жыныңды келтірмеш қатын. Не слушай его, сестра! Хэнкок өзінің сұлулығына төтеп бере алатын адамның бар екеніне сене алмай отырады да, бірден қарындастарына Луфиді өлтіруге бұйырады. Қарындастары аренаға секіреді де, екеуі де үлкен жыланға айналып кетеді. Луфи төбелесті бастамас бұрын сынып қалмау үшін мүсіндерді шетке апарып қойып жатқанда, жылан қыздар түсінбей тұрады. Луфи болса Аокидзимен болған жағдай сияқты қыздарды қайтадан қалпына келтіруге болады деп ойлайды да, оларды құтқару үшін бар болғаны екі жыланды айырып тастауым керек деп айтып қалғанда, барлығы тұрсилары жыртылғанша күледі. Себебі бұл екі жылан Куджаның ең мықты жауынгерлері екен. Сосын Луфиға аренаның маңайында өткір тастар бар екенін ескертеді де, Хэнкок шайқастың басталғанын жариялап, Луфидің өлгенін көргісі келетінін айтады. Луфиға соққылар жаудырылады, бірақ ол бәрін өткізіп тұрады. Кенеттен жылан у шашады, ал Луфидің резеңкелік тебісінен пайда болмай қалады. Оған қоса резеңкелі денеден соққы өтіп, Луфидің денесі ауыра бастайды. Сосын біреуі Луфиді орап алып, бұның бәрі волямен соққы жібергендіктен екендігін түсіндіргенде, Луфи уже бұндай соққы жегенін есіне түсіреді. Ал Луфи неліктен өлім жазасына кесілгенін сұрағанда, өлетін адамдар үшін де бұл құпия деген жауап алады. Луфи босанып алып пулеметпен соққы жібереді, алайда Соняға соққылары тимейді. Келесі соққыда Луфи аренаның сыртына ұшып кетеді де, соңғы сәтте әрең дегенде үшкір тастардан аман қалады. Аренаға қайтып келіп, қайтадан ұсталып қалған уақытта, Соня Маргареттің мүсінін ұстап алады да қазір сындыратындығын айтады. Луфи болса тоқтауын өтініп тұрады, ал Соня 3-ке дейін санап мүсінді енді сындырмақшы болғанда, Я же сказал, прекрати! күтпеген жерден королевская воляны қолданып қалады. Барлығы в ахуе. Көптеген NPC-лар тала бастайды. Королевская воля деген миллион адамның тек біреуінде ғана болатын ерекше күш екен. Егер ол королевская воляны иеленетін болса, дәрежесі бәріміздікінен жоғары. Тура менікі сияқты екен. Луфи енді ойнамай төбелесуге дайын екендігін айтады. Хэнкок Луфидің әлі тірі тұрғанына ашулана бастайды. Луфи мүсінді шетке қойғанша күте тұруларын өтінеді. Кенеттен жыланның шашқан
арқылы ауаға тарап, Луфи әлсірей бастайды. Бірақ Луфи жоғарға секіреді де бүкіл уды үрлеп тастайды. Сосын екінші гирін қолданып, оның жылдамдығына жылан қыздар үлгере алмай қалады. Жыландардың біреуін аренаға қадап тастайды. Екіншісі қорғанысқа тұрса да, Луфи оны реактивный базукасымен шалқасынан түсіреді. Екі жылан бүкіл күштерін қолданып, біреуінің шашы жыландар, ал екіншісінің шашы отты жыландарға айналып кетеді. Луфи оларға реактивный пулеметпен соққы жіберіп, артынан бір-біріне құлайтындай соққы жібереді. Соня өртене бастағанда Луфи олардың құйрықтарын байлап тастайды. Нәтижесінде Соня құлап, аренаның шетіне ұстанып қалады. Хэнкок қазір бәрі үш әпкенің арқасындағыны көріп қоятынын уайымдай бастағанда, кенеттен Луфи оның өртеніп жатқан арқасын денесімен жауып қалып, құпияларын қорғап қалады. Хэнкок көрермендердің бәріне аренадан кетуге бұйырады да, Луфидің шынымен де жақсы адам екендігіне сене алмай тұрады. Луфи тағы да Маргарет пен оның құрбыларын қалпына келтіруін өтінгенде, Хэнкок Луфидің шынымен қандай адам екенін анықтау үшін екі таңдау береді. В общем, қыздарды қалпына келтіреді, немесе кеме береді. Тек біреуін ғана таңдауға болады деп Луфидің бет пердесін шешіп тастамақшы болады. Алайда Луфи ойланбастан қыздарды қалпына келтіруін өтінгенде, Хэнкоктар Луфидің жомарттылығына тәнті болып қалады. NPC-лар Луфидің мықтылығына тәнті, бірақ Куджа пираттарының біреуі Луфидің бәрібір өлетініне сенімді. Кенеттен Маргареттар сыртқа шығады да өздерінің тасқа айланғандары туралы естіп, Луфидің алғыс айту үшін сарайға шақыртылғандығын айтады. Иду. Нет еды. Эй, ты чего голая сидишь? Как обычно, групп. Хэнкок бұрылып, Луфиға арқасындағы құпия белгісін көрсетіп, бұндай белгіні қайдан көргенін сұрайды. Луфи болса қателесіп, Хачидің шекесіндегі белгімен шатастырып алғанын айтқанда, бөлмеге кемпір келіп, Монки де Луфидің пират екендігін айтады да, Хэнкокқа шындықты айтып беруге кеңес береді. Сонымен қатар Тенирюбитаға қол көтерген осы далбойып екендігін қосады. Хэнкоктар бұны естіп в ахуе болады да, оқиғаны қысқаша естіп алған соң, Хэнкок бұндай далбойыптардың бар болғанына қуанышты екендігін айтады. Сосын кішкене жылап алып, баяғыда үшеуін Тенирюбита ұстап алған кезді айтып береді. В общем, баяғыда олар кемеде болғанда, су астымен бір NPC-лар келіп, үш әпкені технично ұрлап кеткен екен. Сосын олар аукционда сатылып кетіп, 4 жыл бойы азап шеккен. Үшеуі сол кезде алғашқы рет еркекті кездестіріп, еркектерге кек сақтап қалған ғой, короче. Соняның естеліктері ашылып қинала бастайды, ал Хэнкок жалғастырады. 4 жыл өткен соң Фишер Тайгер деген біреу келеді де, таудың басына шығып, балық адам халқымен қоса басқа да құлдардың бәрін босатып жіберген екен. Фишер Тайгер уже баяғыда қайтыс болып кеткен, ал құлдықта болған балық адамдардың құлдық белгісі күннің белгісіне ауыстырылған. Күннің белгісін күн пираттарының бәрі, яғни құлдықта болғандары да, болмағандары да салдырған. Олар құлдықта жүргенде үшеуіне дьявольский фрукт жегізіпті. Хэнкок бостандыққа шыққаннан бастап ешкімге бағынбаймын деген шешім қабылдаған екен. Кемпір болса Хэнкоктың жүрегі әлі бар екеніне қуанышты болып, екеуінің салғыласқанынан кемпір Хэнкоктың алдында Амазон Лилидің императрицасы болғаны белгілі болады. Әрімен Хэнкок Луфидан өзі бұрын құл болғандықтан енді мені жек көресің бе деп сұрағанда, Луфи сұрақты түсінбей Тенирюбитаны ғана жек көретінін айтады. Хэнкокқа жауап ұнап қалып, жүр, мен саған берем. Кеме ма? Я, әрине, кеме. Луфидің қарны шұрылдай бастағанда, Хэнкок оны банкетке апарып тастауға бұйрық береді. NPC-лар басында Луфи еркек болғандықтан қарсы болады, бірақ нәтижесінде келіседі. Луфи үлкен тәбетпен тамақты опырады, ал Коджаның пираттары бұның бәрі Хэнкоктың жоспары деп ойлап, Луфиді өлтірмекші болады. Алайда шабуыл бастағанда, кенеттен Луфи тұрып, неге музыка жоқ деп ақыра бастайды да, кәз мен сендерге көңіл көтеруді үйретем деп. Йо-хо-хо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо-хо! Йо-хо-хо-хо! Қыздарға көңіл көтеру ұнап қалады, Чоппердің бір түрлі приколын үйретіп тастайды. Луфи тағы да тамақты опырып алған соң, Луфиді созып көргісі келетіндерден тұратын үлкен кезек пайда болады да, Луфи әрең дегенде Маргареттің көмегімен қашып кетеді. Екеуі бөлек шығады да, Маргарет болған жағдайдың бәрін естігенін айтып, дұрыстап тұрып алғыс айтады.
Осы уақытта Хэнкоктың ыстығы көтеріліп, есінен танып қалады. Маргарет Луфиді кемпірге алып келгенде, Луфи кемпірден Хэнкоктың негізі Шичибукай екендігін естіп, в ахуе болады да, Шичибукай мен дозорнилар бірігіп Белаусқа қарсы соғысайын деп жатқандарын естіп, в ахуище болып қалады. Кемпір әзірше толық ақпарат білмейтінін айтып, соғыс Огненный кулак Эйстің өлім жазасы іске асырылатын уақытта басталады деген болжамын айтады. Луфи Эйс оның ағасы екендігін айтып, түрмеге тек дозорный кемемен ғана жетуге болатынын естиді. В общем, ол жердегі ерекше ағыс қақпалардың біреуі ашылғанда бағытын өзгертіп, кеме керекті жерге кіре алады. Ал пираттық кемелер тек айналып жүзе береді. Кемпір библикартаны көріп, Эйстің өмірі қыл үстінде екендігін айтады. Луфи болса дозорный кеменің Хэнкоктың артынан келгенін естіп, Хэнкокты көмектесуге көндіріп көрмекші болады. Эйстан библикарта алған кезде есіне түсіріп, накамалармен кездесетін уақытты кішкене шегере тұрамын деген шешім қабылдайды. Кемпір болса Луфи көмектескісі келсе де, ол соғыста слишком мықтылар көп болатын болғандықтан барғаннан пайда жоқ дейді. Бірақ Луфиға похуй, себебі ол сценаристің көмегіне сенеді. Сол сәтте бір амазонка жүгіріп келеді де, Хэнкоктың ауырып қалғандықтан тұра алмай жатқандығын айтады. Кемпір келіп, Луфидің есімін атап, ертең уже жүзіп кететіндігін айтқандағы Хэнкоктың реакциясына қарап, оның ғашық болып қалғандығын түсінеді. Сосын бұл аурумен барлық императрицалар ауырғандығын айтып, олар өздерінің міндеттеріне слишком адал болғандықтан қаза тапқандарын қосады. Соңында Луфисімен сөйлескісі келеді деп айтқаны сол еді, Хэнкок сол сәтте атып тұрады. Луфи ағасына көмек керек болғандықтан Хэнкоктан көмек сұрағанда қарындастары Луфидің да барлық еркектер сияқты тек қара басын ойлайтындығын айтқаны сол еді. Кенеттен Хэнкок келісіп, не қаласа да орындауға дайын екендігін айтады. Кемпір болса Хэнкоктың шынымен де махаббат ауруына шалдығып қалғанына көзі жетеді де, Хэнкокқа махаббаттың не екендігін түсіндіріп, Луфиді қалаған жеріне жеткізіп қана қоймай, соғысқа барып Шичибукай лауазымын да сақтап қалатындығын қосады. Пираттарға Имплдаун түрмесіне бара алатын жалғыз тәсіл тек тұтқынға түсу ғана. Нәтижесінде Хэнкок өзін тосып отырған вице-адмиралға қоңырау шалып, келіскендігін жеткізеді де, Эйсті құтқаруға үлгеру үшін ертерек жолға шығуды шешеді. Хэнкоктарды амазонкалары шығарып салады, ал Луфи сары қызға да ұнап қалады. Луфи Хэнкокты Хэнкогүл деп атайды. Дозорный кемеге мінеді де, вице-адмирал Хэнкоктың алдымен Эйсті көремін деген ерекше талабына келіседі. Бірақ Имплдаунға Хэнкок жалғыз барады деген шешім қабылданады. Хэнкок амазонкаларымен қоштасып, дозорный кемеде кетіп бара жатып, жүрген ыңғайсыз болғандықтан Луфиға кішкене жоғары отыруын өтінеді. Вице-адмирал бір гәпті сезіп қалғанда бізге Луфидің қайда отырғанын көрсетеді. Хэнкок вице-адмиралға күмәнің болса шешіндіріп тексеруге рұқсат береді. Вице-адмирал болса кішкене қиялдап алады да күмәнданғаны үшін кешірім сұрап тексеруден бас тартады. Сосын Хэнкок кемені жүргізу үшін сарбаздарды қалпына келтіріп береді. Теңіз дозорының бас штабы. Сенгокуға Хэнкоктың келіскендігі туралы баяндалады. 7 Шичибукайдың алтауы осында жиналды. Сұңқар көз Михоук, Бартоломеу Кума, Дон Кихот Фламинго, Геккамория, Маршал Детич және Боа Хэнкок. Ал 7-ші Шичибукай Джимбей Белауспен соғысудан бас тартқандықтан оны түрмеге қамап тастаған екен. Кенеттен түрмеге еще гарп кетіп қалғандығы белгілі болады. Сол сәтте жедел баяндама келіп, Белаусты аңдуға жіберілген барлық 23 барлаушы кеме жойылғандығы жеткізіліп, қазіргі уақытта Белаус жайлы ешқандай ақпарат жоқ екендігі баяндалады. Имплдаунға гарп Эйстің жағдайын білуге келеді. Хибе болса бөлмесінде Луфидің жанында отырып, Луфимен бірге хентайды қиялдап отырады. Әрімен Нами Погодя деп аталатын кішкентай аралшыққа құлағанда, оны жергілікті ученый шал тауып алып үйіне әкеліп жатқызып қойса, Нами ояна сала таяқшасымен шалды маңқ еткізеді де, өзі жатқан бөлмеден шалды қуып шығады. Сосын бәрін түсініп шалмен шай ішіп отырғанда, өзінің бірнеше күн бойы ес-түссіз жатқанын естиді. Шал Намидің мұңайып отырғанын байқап, түйілген арқанмен фокус көрсетеді. Екінші түйінді шешкенде жел қаттырақ соғып, үшіншіні шешкенде Нами ұшып кетеді. Нами фокус көріп болған соң серуендеп қайтуды шешеді, алайда ауа райы пиздес болып тұрғандықтан қайта оралып күте тұруды жөн көреді. Кенеттен бұл шалдың душы бұлтпен жұмыс істеп, еще ыстық су ағады екен. Шал жұмыстарын бар деп бір жаққа кетіп қалған уақытта Нами боранды тоқтатып көрмекші болады да, таяқшасын жаңағы арқанмен күшейтіп, боран мен қара бұлтты тарқатып жібереді. Шал болса негізі бұл боран зерттеуге керек болғанын айтып, бұл жер Погодя деп аталатын кішкентай аспан аралы екендігін қосады да, бұл жерде профессорлар ауа райын зерттейтін
істейтіндігін түсіндіреді. Гранд Лайндағы бір қыстық аралда робот ит және баласымен бір охотник құбыжықты кездестіріп қалады. Робо ит бірден ракеталармен соққы жібереді. Кенеттен бұл Фрэнки екен. Ракетадан ешқандай жарақат алмайды, алайда жаурап қалады. Бірақ стилі тұрсыймен жүру болғандықтан киінуден бас тартады. Кішкене билеп, жаңағы охотниктарға би ұнап қалады. Сосын өзінің фирменный супер деген сөзімен биді аяқтаған уақытта суық өзінікін алып Фрэнки толығымен қатып қалады. Кенеттен бұл жер технология аралы, сонымен қатар Вегапанктың отаны екен. Дәрігерлер Фрэнкидің коламен жұмыс істейтініне таңғалып, бұл аралда кола жоқ болғандықтан қолда бар нәрсені қолдануды шешеді. Біраз уақыт өткен соң Фрэнкидің өзі шығады да ақ сүйектер сияқты майысып, коласын шаймен алмастырғандарын түсіндіреді. Шигол болса бұрынғы Фрэнки крутой болған деп бимен есіне түсірмекші болады, алайда ойы іске аспай қалады. Екі сарбаз Хэнкокты сығаламақшы болады да сол сәтте тасқа айналып кетеді. Луфи тамақты опыруын жалғастырады, ал Хэнкок қиялдауын тоқтатпайды. Чоппер екі үлкен құстың оны доп ретінде пайдаланып ойнап жатқанынан оянады да өте жоғарыда орналасқан ұяда екендігіне көзі жетеді. Ойын барысында Чоппер төменге құлап кетіп, аниме болғандықтан тірі қалады. Сосын өз-өзін жігерлендіріп, накамаларын библикартаны қолданып таба алатындығын есіне түсіреді. Ұйықтап оянған сәтте жақын арада бешбармақ болып кететіндігін түсініп, паника ұстай бастағанда, жергілікті NPC-лар сөйлейтін бұғыға в ахуе болып қалады. Сосын құстардың ұшып келгенін көріп, тамақ жайында қалады. Ал Чоппер соңғы сәтте формасын ауыстырып аман қалады да, құстар оны ойыншық ретінде, ал жергілікті NPC-лар оны тамақ ретінде қабылдайтынына шатыры тайып жатады. В общем, бұл аралды құстар билейді екен. Осы уақыттарда Гранд Лайндағы Арман деген аралда Санжи өте көп қыздардың арасында есін жинайды. Ол есін жинаған сәтте бір қыз қашып кетеді. Библикарта мен накамаларын таба алатынын есіне түсіреді де, әзірше өзіне қараған қыздың қалып кеткен платочигін қайтарып беруге келеді. В общем, қыздың құлағына лапша іліп, сүйем күйем дейді де, көйлектерді ұнатасың ба деген сұраққа әрине ұнатам деп жауап бергенде қақпа ашылып, күтпеген жерден Элизабет деген қыз Санжиға көйлек кигізгісі келіп тұрған трансвестит болып шығады. Оған қоса бүкіл аралдағы адамдар транстар екен. Санжиға енді көйлектер ұнамай қалады да транстардан қашып жүріп, накамалар бұл жерден қарағанда жақсырақ жерде жүрсе екен деп армандайды. Хэнкок Луфидің командасында қыздар бар екенін естіп, қызғаныш сезімін сезіне бастайды да Имплдаунға сапарларын жалғастырады. Осы уақыттарда Робин бір қарлы аймақта есін жинағанда, оны бір кішкентай қыз тауып алып жылынуға үйіне шақырады. Ал бұл жер колония сияқты бірдеме екен. Қыз Робинді үйіне алып келгенде, бірге тұратындары Робиннің кіргеніне қарсы болады. Бірақ қыз бірдеме болса барлық жауапкершілікті өзінің мойнына алатындығын айтады. Чердаққа шығып Робинға тамақ береді де, кішкене Робиннің саяхаты туралы әңгімені қызығушылықпен тыңдайды. Сол сәтте қоңырау шырылдап, қыз жұмыс істеуге кетеді. Таңертең қыз қайтып келгенде, Робин оның қай жерде жұмыс істейтінін уайымдай бастайды. В общем, бұл жерде барлығы көпір тұрғызып жатыр екен. Ал ол көпірді тұрғызу жұмыстары 700 жылдан бері жалғасып келеді екен. Қыз Робинға салған суреттерін көрсетеді де, аралдарды көрмегендіктен тек фантазиямен салғанын түсіндіреді. Суреттердің біреуі аспан аралына ұқсайды екен. Іші тар бір қатын Робин туралы айтып қояды да, бақылаушылар іздеуге келгенде, Робин терезе арқылы шығып үлгеріп, бақылаушылар Робинді таба алмай қалады. Бастықтарына сурет алып келгенде, ол қыздың реакциясына қарап, суреттер қыз үшін бағалы екендігін түсінеді де, бірінен кейін бірін сындырып, Робин туралы сұрастыра бастайды. Кезек аспан аралының суретіне жеткенде, сыртта Робин бір-екі күзетшіні айырып, беріле салуды шешеді. Ал күзетші әлі келуге уәде беріп, әзірше бос екендерін айтады. Робин тұтқынға алынады да, оған бұл жерде қылмыскерлер және мировой правительствоға қарсы шыққан адамдар жұмыс істейтіндігін түсіндіреді. В общем, Робин өмірінің соңына дейін Кенни Рюбиталардың бұйрығымен тұрғызылып жатқан көпірде жұмыс істейтін болады. Гүлге ұқсайтын Боуин аралында Усоп үлкен қоңыздан қашып келе жатқанда, найза сияқты бірдеме ұшып келіп, қоңызды өлтіріп тастайды да, найзаны лақтырып Усопты құтқарған адам өзін Геркулеспін деп таныстырады. Усоп аралдың өсімдіктерін бұрындары көрмегенін айтып, кішкене уақыттан кейін өсімдіктердің бәрі оны жеп қоймақшы екендігіне көзі жетеді. Руина деп аталатын заброшенный арал. Бартоломеу Кума Перонаны осы жерге жіберген екен. Перона болса осындай жерді ұнататын болса да, құлдары болмағандықтан көңілі толмай отырады. Осы сәтте арт жақта Зора ұшып келгенде, Перона кім келгенін көруге барады да, ұшып келген Геккаморияға шабуыл жасаған мугиваралықтардың біреуі екенін танып, Зораны өлім аузында тастап кетеді. Алайда біраз уақыт өткен соң Зораны емдеп, оянған соң оны мишкасы сияқты құл жасап алмақшы болады. Әрмен Зора оянып, Перонаны танып қояды да, семсерлерін алмақшы болғанда Перона негативін қолданып, Зораны талдырып тастайды. Зора ұйықтап жатқанда Перона одан мишка жасап алады. Алайда
алайда зора уақытым жоқ деп кетіп қалады да перона саусағымен көрсетіп тұрса да шығатын есікті таба алмай жүреді. Кедейлер аралы Кангерия. Сатанисттар жиналып, сатананы шақыртып отырған ортаға Брук келіп құлағанда, NPC-лар шынымен де шақырту жұмыс істейме деген ойға батады. Брук есін жинап, жан-жағына қарайды да бірден мына қыздың тұрсиының цветін сұрайды. Луфи өте көп тамақ жеуін жалғастырады, ал Маринфордта мықты дозорный командирлар жинала бастайды. Имплдаун түрмесінде Эйс Гарптан өзін өлтіріп тастауын өтінеді. Гарп болса дозорныйлар теңіз патшасын уже ашуландырып тастағандықтан бірдемені өзгерту тым кеш екендігін түсіндіреді. Сен өліп қалатын болсаң да, Белоус уже тоқтамайды. Эйс болса көз жасын ағызады да әкесі болып кеткен Белоусты уайымдай бастайды. Кенеттен бізге капитан Багидің кемесін көрсетеді. Онда Арвида Сама қазіргі уақытта Багиді құтқару мүмкін емес екендігін айтады. Пираттар капитандарын тастамайтындарын айтқанда, Арвида қайғалып бара беріңдер дегенде, олар примерно болатын жағдайды түсініп, капитан Багимен алғыс айтып қоштасады. Әрімен бізге Имплдаунда сотталғандарды қалай қинайтындығын көрсетеді. Бір адам тектес бұқа шулап отырған екі сотталғанды өлтіріп тастайды. Правосудие қақпасы ашылып, Луфи отырған кеме Имплдаунға жетеді. Эйс өте маңызды тұтқын болғандықтан Имплдаунның маңайында 10 үлкен дозорный кеме қойып қойған екен. Ал вызов Питида тек 5 кеме ғана келетін болатын. Фараонның фигнясын тағып алған мужикқа Багидің қашқандығы туралы баяндалады. Бастықтың орынбасары өзін Ганнибал деп таныстырады да, болашақта түрменің бастығы өзі болатындығын айтып, өзі және көмекшісі ертіп жүретіндерін жеткізеді. Көмекші қыз жолда бұл түрмеге түскендердің бәрін 200 градус ыстық сумен мамалататындарын айтады да, бірақ қинағанды көтеніне де қыстырмайтын тұтқындар бар екендігін қосады. Ерекше қонақтарға арналған арнайы бөлмеге келеді де, сізге сенбей тұр деп ойлап қалмаңыз, біз просто сізге сенбейміз. Бұл түрменің әрбір метрінде улитка камералар орналасқан екен. Огненный кулак Эйстің өмірі қиылатын уақытқа 33 сағат қалды. Эйс туған әкесімен араласқысы келмегендіктен анасының фамилиясын алғандығын түсіндіреді. Эйс пен Луфи екеуі әлемдегі ең іздестірілетін адамдардың балалары екен. Әрімен Эйс туған әкесін признавать етпей, Белоус оның туған әкесіндей болғанын айтып, Белоустың командасына келген кезін есіне түсіреді. Хэнкок сұлулығын назар аудару үшін қолданады да, улитка камерамен көмекші қызды тасқа айландырып жібереді. Сосын Луфиға бұл жерге түскен адамдар уже шыға алмайтындығын ескертіп, абай болуын өтінеді. Луфи болса оның қолынан ұстап, алғысыз шексіз екендігін айтқанда, Хэнкок бұны үйленуге ұсыныс ретінде қабылдайды да, Луфидің абай боламын деген уәдесін алып, сәттілік тілейді. Ганнибал камераның істен шыққандығы туралы естіген сәтте, қолына кайросекеден жасалған кісен тағылған Хэнкок шығады. Бұл дегенің Хэнкоктың қабілеті өшіп, енді ол Луфиға көмектесе алмайды деген сөз. Луфи потолокпен технично жүре бастайды, ал Хэнкок лифт арқылы 4-ші дәрежеге қарай кетеді. Ерінен оқығанда аригато мен I love you ұқсайтын болғандықтан, Хэнкоктың бақыттан басы айналып қалады. Ганнибал бұл жер естігеннен де жаман екендігін айтқанда, көмекші қыз 4-ші дәреже бұдан да сорақы екендігін түсіндіреді. Осы уақытта 1-ші дәрежеде Баги өзінің қабілеті бар екендігін жасырғандықтан бөлмесінен қашып кетеді. Оны күзетшілер улитка камера арқылы байқап қалып, артынан блугарлар отрядын жібереді. Луфи библикартаның бағытымен жол іздеп жүреді де, Багиді қуалап жүрген шуға назарын аудармайды. Сотталғандардың жанынан өтіп бара жатып, Эйс походу төмендегі 4-ші дәрежеде екендігін естиді. Сол сәтте блугарлардан қашып келе жатқан Багиді көргенде, сотталғандар оған да қашуға кеңес береді. Луфи кеңеске құлақ асқанда, Баги Луфиді көріп кішкене таңғалып қалады. Кішкене Багидің кім екендігі туралы флешбектер болған соң, Луфи да Багиді есіне түсіреді. Сосын екеуі қуғыннан құтыла алмайтындарын түсініп шайқасқа түседі. Баги барлық күшін қолданып шайқасады да, біреуін жерге қадап тастаса да пайда болмай қалады. Соңғы сәтте оны Луфи құтқарып қалғанда, Баги оның мықты болып кеткеніне тәнті болып қалады да, Эйсті кездестірген кезді айтып береді. В общем, ол командасымен жүзіп келе жатқанда кемеден кенеттен Эйс пайда болады да, Луфи туралы айтып жатқандарын естіп, керек болса Луфидің қай жерде екенін айтып бере алатынын айтады. Дозорныйлар Белоуспен шайқасуды шешсе, точно естері ауысып қалды походу. Баги Луфидің 4-ші дәрежеге бармақшы екендігін естіп, бөлек кетпекші болады да, соңғы сәтте оның қолындағы қазына картасы бола алатын браслетті көріп тоқтап қалады. Оларды күзетшілер байқап қалғандықтан екеуі қаша жөнеледі. Қашып бара жатып, Баги оны 4-ші дәрежеге апаратындығын, бірақ есесіне браслетті бересің деп келіседі. Сосын бізге Багидің қабілетін түсіндіреді. Ол аяқтарынан басқа бүкіл денесін бөлшектерге бөліп, тіпті ұша алады. Алайда аяғынан алысқа кете алмайды. Әрімен бізге Багидің жаңағы браслетті іздеп жүрген флешбектерін көрсетеді. Ол шахтерлармен жұмыс істеп
деп кетіп, кенеттен пират екендігі есіне түсіп кетеді. В общем, ол шахтада ештеме таба алмайды, бірақ оны дозорныйлар ұстап алып, осылайша Имплдаунға қамалған екен. Абайсызда Баги браслеттің карта екендігін айтып қалып, арам ойға бата бастағанда, Луфи бәрін түсініп, Эйстің өмірі қымбат болғандықтан картаны тіпті қазір бере салуға дайын екендігін айтады. Баги Луфидің ақ көңілдігіне көңілі босап алады да, браслетті алған уақытта абайсызда қабырғаға жабысып қалады. Луфи оны жол қысқартып жатыр екен деп ойлап, қабырғаны жарып өтеді де, күзетшілердің бөлмесі арқылы осы дәреженің негізгі қинайтын аймағына түсіп кетеді. Бұл өткір ұшты орманда сотталғандарды қуалап қинайды екен. Имплдаун түрмесінің бірінші дәрежесі — өткір тозақ. Багидің басы істеп кетіп, аяғын жерге қояды да өзі ұшақтың рөлін атқарады. Жолдары болып, орманның ортасында екінші дәрежеге апаратын жолды тауып алады. Ешкім екінші дәрежеге барғысы келмейтін болғандықтан, жолды жауып қоюдың қажеті жоқ екен. Луфи ойланбастан төменге секіріп кетеді. Баги болса жалғыз өзі қашып кетпекші болады. Алайда бір блугарь оған балта лақтырады. Багидің денесін негізі кесу мүмкін емес, бірақ аяғы төменге құлап кетеді. Имплдаун түрмесі бірнеше дәрежеден тұрады. Төмендеген сайын қауіпті қылмыскерлер отырады. 4-ші дәрежеде 100 миллионнан жоғары тұратын қылмыскерлер отырады екен. 2-ші дәрежені қорқынышты хайуандар күзетеді. Баги бұл жерде жалғыз тірі қалмайтынын түсініп, Луфидан алыстамау керек деген шешім қабылдайды. Кішкентай бегемотты кездестіріп, сүйкімді екен деп тұрғандары сол еді. Ол Багиді жеп қояды. Алайда Баги денесін алшақтан басқара алатын болғандықтан аман қалады. Келесі хайуан крутой богомол мақтанышпен лезвиялармен ойнап тұрып, абайсызда бетонға қыстырып алады. Луфи болса ештеме демей жолын жалғастырып бара жатып, бұл дәрежеде барлығы чота әлсіз екендігін айтқаны сол еді. Бір үлкен тауыққа тап болып қаша жөнеледі. Сосын Луфи тоқтайды да 3-ші гирді қолданып, үлкен қолымен тауықты чаттан шығарып жібереді. Соққы болар алдында күзетшілер Багиға Луфидің көмектесіп жүргенін анықтаған екен. Хэнкок 4-ші дәрежеге түседі де, Магеллан деген әлемдегі ең мықты түрменің бастығымен танысады. Қазіргі уақытта оның іші өтіп жүргендіктен күніне 4-ақ сағат қана жұмыс жасайды екен. Бірақ ол керек болған уақытта бүкіл мәселені шеше алады. Имплдаун түрмесінің бастығы Магеллан. Магеллан кекіріп қалып, чуть болғанда орынбасарын өлтіріп ала жаздағанына угар ұстайды. Хэнкок болса тәккаппар стойкасына тұрады да, өзі тұрған жерде тағы бір рет кекіретін болса өлтіріп тастайтындығын ескертеді. Магелланға Луфи туралы баяндап жатқан уақытта Хэнкок сұлулығын пайдаланып тезірек Эйсті көргісі келетіндігін айтады. 2-ші дәреже күзетшілерінің бөлмесі Луфидің арқасында қиратылып қалғандықтан, олар байланысқа жауап қайтармай тұрады. Луфи төменге түспекші болып тұрғанда 2-ші дәрежеде мистер 3-ші отырғандығы белгілі болады. Баги камералардың кілтін тауып алады да, сотталғандарға кішкене прикол ұстап, капитан Багиға алғыс айтыңдар деп барлық сотталғандарды босатып жібереді. Сотталған NPC-лар қашпақшы болады, алайда бірнеше хайуандарды кездестірген соң камераларына қайта оралып, сол жерде кішкене қауіпсіздеу екендігін айтады. Мистер 3-ші Луфимен амандасады да, бізге Луфидің бір теуіп мистер 3-шіні талдырған флешбекті көрсетеді. В общем, ол түрмеден қашу үшін көмектесуге дайын. 3-ші дәрежеде күзетшілер карта ойнап отырады. Жаңа команда үнемі естіп жүрген сөздерін қайталайтын, адамның түрін иеленетін арыстандардан қаша бастайды да, дәреженің басты хайуанына тап болады. Кішірек хайуандар қаша жөнеледі, ал үлкен хайуан Луфиларды қуалай бастаған сәтте 430-шы серия, яғни Имплдаун аркасының бірінші бөлімі аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. Видео жылдамырақ шыққанын қалайтындар болса, лайк басуды ұмытпаймыз. Әрмен әдеттегідей, келесі видеода кездескенше күн жақсы.